сол ана әңгіме болғаннан кейін арасынан Абу Талиб кәдімгідей қатты бір іске кіріседі. Бағанағы өзінің екі руын шақырып, Хашимұлдары мен Абдулмұталибұлдарын жас балаларына қылыштарымен келіңдер үйге дейді. Аналар кәдімгідей сауыт саймандарын киіп, қылыштарын киіп, бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйіне барып тоқылдатып, әй Мұхаммед, шық, бір әңгіме бар дейді. Шығарып жүр дейді Қағбаның алдына дейді. Қағбаның алдына барса, бағанағы Абу Жахил солар бәрі отыр дейді. Солардың алдына тұрып, мына кісілер екі қатармен қылыштармен келіп, Абу Талиб айтады: ей Құрайыштар дейді, қараңдар дейді, мынау тұрған артындағы менің көкемнің баласы. Кім бұның қанын төгем деп ниеттенетін болса, біліп қойыңдар, біз сол адамдардың бәрін қырмайынша тоқтамаймыз. Мынау тұрған Абдулмұталибтің әулеті және Хашимнің әулеті екеуі де қатар тұр. Егер біреуінің осында кәдімгідей алдындағындай Мұхаммедті өлтірем деген ниеті болса, қазір шықсын алдымызға дейді. Сол кездегі ешкім қарсы шықпады дейді, тып-тыныш болды дейді. Сөйтеді де ақырындап бәрі тарап кетеді дейді. Содан бастап пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға адамдардың көзінше не істей алмайтын болды, тиісе алмайтын болды. Бірақ та қай жерде жеке жалғыз жүретін болса, міндетті түрде балағат сөздерін айтып, пайғамбарымызға мысқылдап тиісуге әдетке айландырды. Түсінесіздер ғой? Құрайыштың алдыңғы қатарлы мүшелері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жалғыз қалса, бірден оған тиісуге тырысты. Бір күн мынандай бір оқиға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келіп Қағбаға тауаф етуге келеді. Қағбаның алдында өзі отырған бағанағы үш дөкей отыр. Уқба ибн Мұғайд, Абу Жахил отыр. Бағанағы және кім отыр? Мұғира отыр. Солар отырған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Қағбаны тауаф етеді. Жандардан өткен сайын олар пайғамбарымызға жаман сөздерді айта береді, қайта. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты бір пайғамбарымыз өйткен амин ешқашанда бір адамға қарғыс айтпайтын. Бір адамға пайғамбарымыз амин болғаннан кейін оның сөзі Құрайыштардың арасында ол кісі бір нәрсені айтса, сол нәрсе явно болады. Немесе ол бір нәрсе дұға жасаса, ол дұға болады. Білесіздер ғой, бір атасы әкеп қойып, осының құрметіне Алла жаңбыр жаудыршы деп жаудыратын. Бұл кісінің 40 жасына дейін елдің бәрі авторитет екенін білетін. Бұл кісінің сөзі кәдімгідей салмағы бар екенін білетін. Сөйтіп тағы да айтып бара жатқан кезде, тағы да тиіскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: ей Құрайыштар, мені тыңдаңдар. Жаным, қолында тұрған Аллахқа ант етейін, маған сендердің біреуің қалмай құрдымға кететіндеріңді білдірді дейді. Мына үшеуін айтады да. Алла субхана тағала маған дейді, ант етем дейді Аллахпен. Мына үшеуіңде біреуің қалмай құрдымға кететінін Алла субхана тағала маған білдірді деген кезде, ана үшеуі сөз айтып тұрған нәрсе тып-тыныш болып қалды дейді. Сөйдеп алда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтадан тауафын жалғастыра алғанда, тек қана Абу Жахил ғана жанына келді дейді. Ей, сен де Құрайыштың ішіндегі дөкейсің ғой. Сен ана сөзіңнен райыңнан тайшы. Біз деген енді өйтіп айтпаймыз. Деп сол ғана жалпақтап жүр дейді Абу Жахил ғана. Өйткені пайғамбарымыздың дұғасына қорқады ана кісілер. Ертегінде олар қайтадан жиналып сол жақта отырады. Сол жақта отырғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтадан ала кеше үйтті, бүйтті, ана өйстіп дұға жасады деген кезде, ой, мен дұғасын қазір көрсетейін деген сияқтылар қосып жиналып алды. Біз ол сөзден қорықпаймыз дейтіндер сияқты. Соның ішінде Уқба ибн Мұғайд деген. Мына біліп қойыңыздар. Пайғамбарымыздың үйі тұр ғой міне. Соның сол жақ шетінде Абу Лахаб тұратын, там. Оң жақ шетінде Уқба ибн Мұғайд тұратын. Екеуі де мүшрик, екеуі де пайғамбарымызды қатты жек көретін, екеуі де қолынан келгенше ортадағы тұрған үйге қастандық жасайтын. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тауаф етіп жатқан кезде Уқба ибн Мұғайд тура алдынан шығып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жағасынан алады. Бір риуаятта мына жағасын былай қысқан дейді. Ал бір риуаятта кәдімгі үстіндегі изар дейді ғой, хамис. Осының мойнына орап, кәдімгідей арқасына былай салып пайғамбарымыз қылқындырған дейді. Уқба ибн Мұғайд.
сөйде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Абу Бақыр ас-Сыдық көріп сол араша айтып жүгіреді ғой. Ей Құрайшықтар, сендер менің Аллам Раббым бір Алла деген сөз үшін адамды өйстіп өлтіресіңдер ма деп арасында аналарды итеріп араша түседі. Сол кездегі олар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қоя салып кімге кірісті дейді? Абу Бақырға кірісті дейді. Абу Бақырды тепкілегендері сондай дейді. Абу Бақырдың бағанағы Утба ибн Рабиға деген екі кісі бар деп едік қой. Шайба және Утба деген кісі бар. Сол Утба ибн Рабиғаның аяқ киімінің астында несі бар екен? Шегесі бар екен. Абу Бақырдың жерде жатқан кезде сол шегесімен тұрып бетінен тебеді. Ана кісінің әбден үстінен секіріп, анау бұл айтқан кезде өлтіретін халге келгенше, оның кім өзі? Абу Бақыр қай рудан еді? Таим деген рудан болады. Сол Таим руының адамдарына құлақ жетіп, олар жүгіріп барып, сендердің адамдарыңды өлтіріп жатыр деген кезде ғана олар барып араша түсіп, кімді аман алып қалады? Абу Бақырды. Егер сендер Абу Бақырдан өлтіретін болсаңдар, біз сендерді өлтіреміз. Абу Бақыр сондай бір өлейін деп қалған халде дейді, кәдімгі бір шүберекке салып, оны үйіне қарай алып кетті дейді. Сонымен Абу Бақырдың Абу Кухафа деген әкесі бар. Солар келіп ақырындап кешке дейін ана кісінің жанында ем-домдарын салып, бар жандарын салып жатады. Сөйтеді, Таим ру қайтадан Қағбаға барып, бағана Утба ибн Рабиғаларға айтады. Көрде тұрыңдар, осыдан Абу Бақыр ес жимай өліп кететін болса, сендердің бір балаларыңды міндетті түрде өлтіреміз деп ана кісілерге. Абу Бақыр біресе көзін енді ғана жаңадан ашып жатады. Сөйде бірінші көзін ашып жатқандағы бірінші сөздері Расулаллах тірі ма? Оған аналар сөз айтып тиісіп жатыр еді ғой деп айтады. Сөйде жанында кім бар еді? Шешесі бар еді. Енді бағана Умму деген сөзді айттық қой. Сөйде Умму Хайр деген шешесінің аты. Негізі шешесінің аты кім еді? Сәлма деген кісі еді. Бақта айтатымыз, біз ағана Умму деп айтатын араб тілінде бірінші тұңғыш баласының атымен айтады. Халма деген тұңғыш Абу Бақырдың үлкен қызы болған. Сол үшін Умму Халма деп айтады да осы кісі. Сөйде Умму Халма жанындағы кісілер кеткен кезде, Абу Бақырдың басын жаңадан көтерген кезде, Абу Бақыр, тамақ, су, бір нәрсе ішесің бе? Сен мынандай жағдайда жатырсың ғой деген кезде, аузыма нәр татпаймын, мама дейді, анашым дейді. Пайғамбарымыз туралы бір жақсы хабар естімейінше дейді. Пайғамбарымыз тірі ма десе, валлахи мен білмеймін дейді, онда да хабарым жоқ дейді. Сол кезде айтады, кімге дейді? Ана Хаттабтың қызыға дейді, бар дейді. Умму Жәмилге баршы дейді. Енді қайтадан Умму деп айтатырмыз. Ол Хаттабтың, яғни Омар ибн Хаттабтың туған қарындасы. Омар ибн Хаттабтың туған қарындасы Умму Жәмилге барып, содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы бір хабар біліп келші дейді. Өйткені неге? Умму Жәмил ол кезде жасырын исламды қабылдап болған. Сөйтіп бағанағы Умму Хайр, яғни Абу Бақырдың шешесі барып, Умму Жәмилге барып ақын сұрайды. Сөйде Умму Жәмил пайғамбарымызды білдіртпеу үшін, өзінің ислам қабылдаған білдіртпеу үшін, мен Абу Бақыр сұрап жатыр, пайғамбарымыз тірі ма деп айтқан кезде, мен білмеймін деп айтады ана кісі. Онда Абу Бақырдың жағдайы қандай десе, жүр өзің көресің деп. Умму Жәмилді үйге алып келгеннен кейін көзін ашса Умму Жәмил тұр екен Абу Бақырдың. Мынаны істеген адамдар адам емес қой, мыналар хайуандар ғой деп. Пайғамбарымыз тірі ма десе, мен бұл сөзді айта алмаймын. Неге десе, жаныңда сенің мамаң тұр дейді шешең. Шешесі әлі мүшрик, дінді қабылдамаған. Ол қазір маған бір нәрсе зиян тие ма деген сияқты қылып, бүйтіп ишаратпен көрсетеді. Сөзде Абу Бақыр айтады, бұл менің шешем. Сен ешкімнен қорықпай-ақ қой. Бұл кісі ешкімге тіс жарып айтпайды. Деген кезде уайымдамаңыз, Алланың елшісі, ол кісімен бәрі жақсы. Бәрі. Өз көзімен көрмейінше, мен ол нәрсеге сенбеймін деп, әлі де тамақ ішін кешпейді ана кісі. Онда айтады мамасы, шешесі. Елдердің бәрі аяқ-сая бұрсаған соң, түн қараңғыда ақырындап барып келейік. Ол қайда деп сұрайды бағана Умму Жәмил. Умму Жәмил Арқам ибн Арқамның үйінде дейді. Кеше айтқан едік, Арқам ибн Арқам деген кім деп? Ең бірінші медресе болған үй. 15 жастағы жас бала. Сол кездегі енді 15 жас деген біздің 15 жастағы емес. Оның өзінің әйелі бар, өзімен жас. Сол кішкентай жігіт, жас жігіт, өзінің үйінде әйелімен исламды қабылдап, сол жаққа
ислам қабылдайтын жігіттерді алып келіп жасырын түрде сабақ үйрететін, құран жаттайтын, пайғамбарымызбен сол жақта отырып жасырын әңгімелеп отыратын жер болатын. Ол бағана айтып едік, біз анда қайыс Абу Құбайс деген таудың ар шетінде көрінбейтін көзге таса жерде орналасқандықтан оның үйі сондай қолайлы болатын. Сөйтіп Умму Джамил мен Умму Хайырды кешке қарай екеуіне сүйеніп отырып, Абу Бақырды сүйреп отырып кімге апарады? Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға апарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көрген кезде Абу Бақыр егіліп жылап қуанып кетеді. Әке шешем сіздің өміріңізде, сіздің жолыңызда садаға кетсін, Алланың елшісі. Сіздің амандығыңыз дейді, менің жүрегім тыныштығын орнатты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Бақырдың мұндай халге түскенін көріп, мұндай быт-шыт болып жатқанын көріп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты егіліп құшақтап жылайды. Сол кезде тұрып айтады: мынау деген Сәлма, бұл менің шешем. Алла субхана тағаладан осы шешеме дұға жасаңызшы, Алланың елшісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолын жайып Алла субхана тағаладан: я Алла, осы құлыңды өзің тура жолға салып, исламға жүрегін бет бұра көрші деген кезде Алла субхана тағала кісінің дұғасын қабыл алып, сол кісі сол жерде калима шахададан айтып, алғашқы ислам қабылдаған әйелдердің бірі болады. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтып жатырмыз ғой, мынау екі көршісі бар. Біреуі Абу Лахаб, екіншісі, ол кісінің атын білу керек, Уқба ибн Уайд деген кісі.